Біз мұсылман екеміз деп халқымызды орта ғасырға тартпаймыз. Біз мұсылмандардың болашағын қолдаймыз. Мұсылмандықтың да өзінің тағылығы бар. Біз өзіміз сүнниттер болғаннан кейін өзіміздің жолымыз бар. Барлығын сыйлаймыз, барлығының ой пікірін құрметтейміз. Бірақ та бізді жаңағы арабтардың киімін басымызға жапқызып, қыздарымызды, әйелдерімізді орта ғасырға қарай тартатын біздің жолымыз емес ол. Басқа мұсылмандардың барлығын мен қолдаймын. Біз қазақпыз, көшпенділерміз. Аттың үстінде жүрген қазақпыз. Аттың үстінде жүрген сарбаздың жанында атқа мініп әйелі де жүретін, қыздары да жүретін. Сондай қазақпыз біз. Естеріңде болсын тарихта. Қазақты ешкім жаулап алған жоқ. Тек қана ішіне ерткі салып жаулады. Еш уақытта. Ол баяғыда ханның кезінде, біз Ресейге бағынбай тұрған кезде, әр хан, әр рудан, тайпадан 100 солдат сұрайды екен. Әр қайсы атқа мінгізіп 100-100-ден солдат жібереді. Сонымен жиналды.